Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге осындай әдемі шорты және оверсайз стилдегі футболка тігіп үйренетін боламыз. Футболканың мойын ойнысын өңдеуді, жеңді, етек бөліктерін қалай өңдейміз және белдікті қалай саламыз шортыларға, соны да көретін боласыздар. Қыздар, міне қараңыздар, бізге футболка тігу үшін мынандай кулерка матасы қажет болады. Мен мынандай узорный кулерка матасын таңдап тұрмын. Одан кейін менде мынандай кашкарсе матасы бар. Жиегін тігуге осыны пайдаланамын. Немесе сіздер рибаны алсаңыздар болады. Жиегіндегі мойын ойнысын айналдыра тіккенге, немесе өзінің матасын жасасаңыздар тоже болады. Баланың белін өлшеп, шортыға резина, соған түстес жіп. Бізде трикотажды немен тігеміз. Аверлокпен тігеміз, аверлокпен тігетін болғандықтан осындай 4 жұп қажет болады. Және шорты мен футболканың лекаласы қажет болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге жазып ала аласыздар. Осылай құрастырылу полный видео сабағымен беріледі. Тағы да мынандай матадан тігуге болады. Мына кулерка матасының однотонный түрі. Оған қосымша мынандай орнаменттер қосып, ленталар қосып, спортивный вариантта тоже жасап шығарсаңыздар болады. Немесе мынандай екі түрлі узорный, однотонный сочетать етіп, екі түрлі етіп жасап шығарсаңыздар тоже болады. Қыздар, қараңыздар, сіздердің алдарыңызда осындай дайын лекала тұр. Ең бірінші бетінде лекаланың үлгісі. Мына жерде үлгіде қараңыздар. Бірінші қатарда 4 қатар тұр, общий бізде 12 парақ. Ал екінші бетте мынандай 5-5 деген торкөз бар. Мынаны өлшегенде 5 см, аяғын өлшегенде де 5 см болу қажет. Егер солай шықса, лекала дұрыс шықты деген сөз. Одан кейін мына жерде жанында бірінші парақ, екінші парақ деген сияқты нумерациясы тұрады. Мына жерде анық көрініп тұр. 12 парақ общий, мына жерде екінші парақ. Енді осыны бір-біріне құрастыратын боламыз. Құрастырған кезде мына үшбұрыштар бір-біріне сәйкес келуі қажет. Мына жерге әкеліп құрастырған кезде, мына жердегі артық тұрған сызықты кесіп тастап, осыны мына жерге әкеліп құрастырамыз. Міне мына жердегі үшбұрыштарды келтірдік. Енді бізде қалған 2 парақ бар. 12-нің үшінші парағын мына жерде әкеліп қосамыз. Мына жердегі үшбұрыштар тоже бір-біріне сәйкес келу керек. Келесісінде дәл солай мына артық парақты кесіп тастап, мына жерге біріктіреміз. Общий бірінші қатарды полный құрастырып аламыз. Міне қыздар, бірінші қатарды полный құрап алдық. Енді мына жерде 5-ші парақ астына түсу керек. Мына жерде мына 5 деп жазылып тұр. Осыны астың жағына әкеліп құраймыз. Мына жерде құраған кезде жоғарғы жақтағы мынау артық тұрған сызықпен кесіп тастаймыз. Мына жердегі үшбұрыштарды бір-біріне келтіреміз. Одан кейін екінші парақта мына үшбұрыш мына жерге, мына үшбұрыш мына жерге келу керек. Мына жердегі артық парақтарды кесіп тастап әкеліп құраймыз. Келесісінде тоже солай мына жердегі артық парақтарды кесіп тастап араға әкеліп құраймыз. Осылайынан қалған мына жердегі 12 парақтың барлығын полностью құрастырып аламыз. Міне қыздар, қараңыздар, полностью лекаланы мына үлгі бойынша құрастырып алдық. Енді осының каждый деталін мынау сыртындағы сызықпен қырқатын боламыз. Мынау 1 см тігіске, ал мынау астындағы 2 см қайырылуға берілген өлшемдер. Мынау да астында, шортының астыңғы жағында қайырылуға берілген қосымшалар. Мынау манжет бізде жағаға тігіледі, полностью айналдыра. Осы манжетті өз күйінде кесіп аламыз. Оны кейін мынандай кашкарсе матасынан кесуге болады, рибанадан кесуге болады, немесе мынандай матаның өзінен кессеңіздер болады. Міне полностью қырқып шығатын боламыз. Міне қыздар, қараңыздар, мынау матаның кромкасын алмаймыз. Матаны екіге бүктеп, мына жерге біз артқы бойды қойдық. Тура осы тігісімен айналдыра полностью қырқып алатын боламыз. Мына жер қалай тұр, осы бойынша айналдыра қырқып шығамыз. Міне қыздар, қараңыздар, полностью осылай, осы лекала қалай тұр, солай айналдыра қырқып аламыз. Мынау артқы бөлігі ортасы тұтас болады. Бүктеме деген, яғни ортасы тұтас болады деген сөз. Міне осылай ортасы тұтас болып шығады. Міне мынаны полностью осылай айналдырып кесіп аламыз. Бұл алдыңғы бөлігі болады. Ортасы тұтас болады. Міне мына жерде жеңді матаны екіге бүктеп, 2 дана етіп осылай кесіп аламыз. Міне 2 дана айналдыра осылай 2 дана етіп кесіп аламыз. Еще мынау жағаға манжет дегенді осы көлденеңнен кесіп алсаңыздар болады. Тікесінен де кесіп алып, тартып отырып тігуге болады. Немесе кәдімгі мынау рибана или кашкарсе маталарын пайдаланып, сонымен тіксеңіздер болады. Оларда обязательно осылай тікесінен қырқылады. Міне қыздар, қараңыздар, мына жерде бізде артқы бөлігі мойын ойынтысы тұтас болады. Мынау алдыңғы бөлік ортасы тұтас болып пішіледі. Потом жең 2 дана,
и жағасына осындай кашкарседен тура мына лента қалай сонымен бірдей етіп тікесінен етіп кашкарседен пішіп алдық. Кейін оның мына жерін қосамыз дағыны жағаға қондыратын боламыз. Мына өлшем специально осы размерлерге, каждый размерге өзіне өлшеніп жасалынған. Сондықтан осы манжетті алып отырасыздар. Ал енді тігу жұмыстарына кірісеміз. Міне шортиді пішкен кезде қыздар мынаны просто жағынан тақап піше салмаймыз. Именно мынау сызыққа мән береміз. Осы сызық тура ортаға мына сызыққа параллель жатуы қажет. Біз матаны бүктедік, сол сызығымызға мына сызық параллельно жату керек. Енді осыны былай айналдыра қырқып алатын боламыз полностью. Қыздар, міне қараңыздар, мынау шалбар. Шалбардың артқы бөлігі 2 дана, алдыңғы бөлігін 2 дана және белдігін мына ортасын тұтас етіп айналдыра кесіп алдым. Одан кейін белдікке қажетті мынау резинаны баланың белін өлшеп, соған сәйкестендіріп аласыздар. Потом мынандай қалта бар. Қалта тігуін келесі видеода басқа шортида көрсететін болам. Бұл шортида біз қалта тікпейтін боламыз. Мынау специально белгі қойылған. Егер де сіз қалта тігетін болсаңыз, осы аралықты кесіп тастап, сол орынға мына детальді әкелесіз. Бұл үстіңгі қалта, үстіңгі жағында тұрады. Мынау астыңғы қалта, осының астыңғы жақ бетіне былай әкеліп қойып тігеміз. Сосын айналдыра. Оны басқа сабақта тоже тағы түсіндіретін болам. Егер қалта қажет емес болса, онда мына жерді осы күйі тұтас деңгейде пішіп алатын боламыз. Міне. Осы бойынша енді тігу жұмыстарына кірісеміз. Мына жерде біз лекалаларды аштық, артқы бөлікті жайып қойып, алдыңғы бөліктің оң бетін беттестіріп, енді иық тігісін оверлокпен тігіп шығатын боламыз. 4 жіпті оверлокпен тігеміз. Мына жерді және мына жерді. И мына аралықты тоже тігіп аламыз, жағаға қосылатын бөлікті. Қыздар, мені қараңыздар, иық тігісін 4 жіптікпен тіктік. Мынау трикотаж болғаннан кейін спокойно мынау созыла береді. Обязательно оверлокпен тіксеңіздер болады. Егер оверлок жоқ болатын болса, түзу тігісті тартып отырып тігіңіздер. Әйтпесе мынау тігістер сөгіліп кететін болады. Мына жанын тігіп алдық. Енді осы тігісті біз мына шетіндегі бір шетке қалдырып кетеміз. Мына аралық жалпы айтқан кезде жағаны 4-ке бөлеміз. Қазір оны көрсетемін. Міне қыздар, қараңыздар. Мынаны тура былай бүктегенде ортасы, мына тігісті алып тастап, еще былай бүктеген кезде мына ортасына ине қыстырып қоямыз. Тура сол сияқты мына бір шеті, енді мына жағаны ашқан кезде біздің жағамыз бірдей емес алды арты, сол себепті бұның ортасын анықтап аламыз. Потом оны 2-ге бүктейміз да, оның ортасын анықтап аламыз. Осы орталарға жаңағы орта сызықтарды сәйкестендіріп барып, тіккен кезде біздің жағамыз бір тегіс болып шығады. Жағаны тігудің өзінің осындай әдісі болады. Міне сонда бізде жағаны қарасаңыз, әр қайсысы инелер әр жақта тұр. Енді мынаны тіккен кезде біреуін былай қаратып, біреуін былай қаратып бүктейміз, сонда оңай тігіледі. И еще біздің мына мойын ойынсында шығып тұратын бейкамыз қатты жуан болмайды, жіңішке 0,5 сантиметрге сәйкес болады. Ал егер үлкен болған қаласаңыздар, онда парақтың өзіне сразу үлкейтіп алсаңыздар болады. Міне мына жағын келістірдік, мына жерді келістірдік. Енді мына инені алып, осы аралықты мына жерге келістіреміз. Барлығын 4 бұрышына да бірдей етіп келтіруіміз қажет. Енді мынау соңғысы қалды. Осы жерді де бүктеп, мына жерге әкелеміз. Бұлай тартқан кезде жағаға тура келмейді, жағаны тартып отырып тігеміз. Мына жақты тіккен кезде де жағаны тартып отырып тігеміз. Мына жақты тіккенде де осылай жағаны тартып отырып тігеміз. Сонда барлық аралыққа мынау біздің кашкарсе матамыз бірдей бір келгі ара қашықтықта қалады. Енді осыны айналдырып тігіп шығамыз. Міне қыздар, қараңыздар, мына жерде біздің иық тігісімізге міне тігіс келді. Полностью жаңағы айналдырып болғаннан кейін, тігіп болғаннан кейін міне үтіктедік. Барлығы нормально. Мынау жан тігісін осылай қосып, одан кейін барып мына жерге жеңді қондыруға болады. Немесе мынаны қондырмай тұрып, бірінші жеңді қондырып алып, одан кейін барып мынау жанын тігуге тоже болады. Міне қыздар, қараңыздар, бізде мынау жең. Жеңнің астыңғы тігісін тоже оверлокпен қосып тігіп аламыз. Потом мына айналдыра бір оверлок таба аламыз. Бұл кейін просто қайырып
мына жерден былай қарай бір тігіс немесе екі тігіспен тігіп шықсақ болады. Енді жеңді мына қолтық ойынтысына қондыру үшін астын қосқаннан кейін иықтың үстіне мынандай насечка береміз, немесе инемен белгі қойсаңыздар болады. Ашқан кезде міне мынандай болып белгі болып тұрады. Енді жеңге қондыру үшін айналдырамыз. Оверсайз болғаннан кейін жең екі жақ қай жақ бетіне қондырсаңыздар да бәрібір разница жоқ. Иықтың үстінің көлемі екі жағы да бірдей. Мынау астындағы тігіске астындағы тігісті сәйкестендіреміз. Сөйтіп мына жерге әкеліп инеменен қыстырамыз. Енді иықтың үстіндегі тігісті иықтың үстіндегі тігіске әкеліп мына жерді тоже инемен қыстырамыз. Енді мына аралықты полностью айналдыра тігіп шығамыз. Егер тігу процесінде жаңағы ешқандай қосымша болмайды, мына аралықты осылай бір келкі етіп, бірдей етіп ұстаймыз. Созып жермей, өйткені бұл трикотаж матасы болғасын созылады. Ешқандай қосымша иықтың үстінде қалмау қажет. Мына екеуі бір-біріне бірдей болу қажет. Ал егерде мынау жең жағы артық болып тұрса, значит астыңғы жақтан тағы да жеңнен алып тастау қажет деген сөз. Негізі жең екеуі бірдей болып шығады осылай. Ешқандай өзгермей, барлық размерлерде осылай ешқандай өзгеріссіз екі жақ бетіне де бірдей болып шығады. Мына ара қашықтыққа ешқандай қосымша бермей қыстырамыз. Мына аралықта сондай бірдей болып шығу қажет полностью. Енді осыны айналдыра тігеміз. Екінші жеңді де дәл солай тігіп аламыз. Міне қыздар, қараңыздар, уже қолтық ойынтысын полностью қондырып қойдық. Астындағы тігістері осылай бір-біріне келіп тұр. Мына екінші жақты да қондырып қойдық. Мына жер оверлок салынды, иә. Тура сол сияқты етекке де оверлок саламыз. Мынаны ішіне қарай қайырып 2 сантиметр қайырып, полный айналдыра бір тігіс жүргіземіз. Немесе екі тігіс жүргізсеңіздер болады. Мына жақты да оверлок салып болғаннан кейін осылай қайырып, бір тігіс немесе екі тігіс жүргізсеңіздер болады. Міне осылайынан бірінші бір тігіс 2 сантиметр ара қашықтықтан жүріп шығамыз. Стоп белгі бар, осындай стоп белгі қойып тіксеңіздер бір тігіс болып шығады. Екінші тігісті осылай лапканың бойымен қатарластырып отырып тігуге болады. Ол кезде кішкене ірілеу болып шығады. Мына лапкаменен ортаны алсаңыздар кішкене ірілеу болады. Немесе екінші жақ бетіне стоп белгіні қойып, одан да жіңішкелеу қылып тігуге тоже болады. Мынандай қылып тіккен кезде ара қашықтығы осылай кішкене үлкен болып көрініп тұрады. Міне шортайды тіккен кезде мына ау тігісін осылай артқы бөліктің өзін отдельно бір тігіп аламыз. Оң беттерін беттестіріп, алдыңғы бөлікті де осылай оң беттерін бір-біріне қаратып, тек қана мынау ау тігісін тігіп аламыз. Міне осылайынан былай ау тігістерін тігіп болғаннан кейін енді ашамыз. Мынаны тоже ашамыз. Мына екі жандарын сочетать етеміз. Міне қыздар, мынау жан тігістерін бір-біріне сочетать етіп әкеліп қосамыз. Жоғары жақтан бастап төменге қарай. Мына аралықты түзу тоже оверлокпен алып шығамыз. Енді мына ау тігістерінде екі тігісті бір-біріне былайынан қаратып, мынаны былай қарай, мынаны былай қарай инемен қыстырып аламыз. Оны да оверлокпен жүріп шығамыз. Мына жақты да осылай инемен қыстырып аламыз. Мына белдікті былай қарай ашып, мына жерін түзу тігіспен тігіп аламыз. Мына аралықты тігіп аламыз. Резинаны былайынан бүктеп, осы аралықты тігіп аламыз. Міне жан-жағын барлығын тігіп алдық. Ауы, шеті. Енді мынаған оверлок жасап, бұны футболка сияқты осылайынан қайырып тоже тігеміз. Мына жақта тоже солай қайырып тігеміз. Мына жерде белдік. Белдікті ішіне резинасын сразу салып тігетін боламыз. Міне қараңыздар қыздар, мына жерде шетін алдық. Осы шетіне ішіне резинаны салып, мына жерді жан сызығына тура келтіріп, осы жерді инемен қыстырамыз. Екінші жағында примерно ине қыстырып қойып, екінші жақ бетін қыстырып қоюға болады. Мына жерді, бірақ алдыңғы бөлік пен артқы бөліктің деңгейі бірдей емес, соған мән беріңіздер. Ал мынау белдік болатын болса, тура сол белді өзі айналып шығады. Просто резинамен тіккен кезде түсінікті болу үшін осылай екі жағын қадап қойсаңыздар болады. Енді осы ара қашықтықты тура осылайынан ала отырып полностью айналдыра
аберлокпен тігіп шығамыз. Жүзу тігіспен тігіп алып сосын аберлокпен тігуге болады. Резинаның өзін бірінші жаңағы белдігіне тігіп алып барып сосын аберлокпен қосып тігуге болады. Сондай разный тігістер түрлері бар. Біз екеуін осылай бірден қосып тігіп кетуді жөн көрдік. Осылай бірге тігіп жатырмыз. Потом тігіп болғаннан кейін баланың беліне кигізіп көреміз. Нормально болса, уже резинаның белін тоже тігіп тастауға болады. Жалпы футболка осылай дайын болды. Міне полностью. Енді астындағы шортыйды көрсетемін қазір. Шортыйдың резинасына біз 3 сантиметрлік резинаны пайдаландық. Сол кезде беліне тура келді. Осы резина жылжып кетпес үшін тағы белінен бір тігіс жүргізсеңіздер өте аккуратны болады және сырғымайды. Міне осымен шорты футболкамыз дайын болды. Барлықтарыңызға сәттілік.